Уақыт ешкімді күтпейді, бірақ бәрін өзгертеді. Тағдыр алдын ала жазылған хат сияқты, бірақ оны қалай оқитынымыз өзімізге байланысты. Өткенге өкінбе, бірақ одан сабақ ал. Ертеңді ойлап уайымдама, бүгінгі күніңді қадірле. Өмірдің қысқалығын түсінген жан әр сәтін бағалайды. Тағдырдың сыйы әр күнді қайтадан бастау мүмкіндігі. Уақыт алтыннан қымбат, бірақ адамдар оны босқа жоғалтады. Өмірдің мәні ұзақтығында емес, мазмұнында. Адамның ең үлкен қателігі уақыт бар деп ойлауы. Өткенге байланған жан болашаққа жете алмайды. Ағаш желсіз тербелмейді, адам себепсіз өзгермейді. Сабыр таусылмас күштің бастауы. Кеше кеткен уақыт қайтып келмейді, ал бүгінгі сәт ешқашан қайталанбайды. Қиындық өмірдің ұстазы, бірақ оны жеңгендер ғана нағыз шәкірт. Бақыт алыстан іздегенге емес, қасыңдағыңның қадірін тапқанға келеді. Жақсы сөз жанға қуат, жаман сөз жүрекке у. Өмір саған берілген сыйлық, ал сенің оған жауап қайтаруың қалай өмір сүргеніңде. Әр күн бір парақ, ал өмір үлкен кітап. Сенім көзге көрінбейтін, бірақ жүрекке күш беретін тірек. Өмірде бәрін жоғалтсаң да, үмітті жоғалтпа. Ұят адамның айнасы, намыс оның қорғаны. Шындық ащы болса да жүрекке ем. Өмірде ең бай адам ризашылықпен өмір сүрген жан. Жолыңды бөгеген тас сүріндірер, бірақ сонымен қатар биікке шығаруға да себепші. Төзе білген адам ғана жеңіске жетеді. Әр құлағаның сабақ, әр жеңісің марапат. Қиындықты жеңу, өзіңді жеңу. Түн қанша ұзақ болса да таң атады. Үмітсіздік адамды өлтіреді, ал сенім қайта тірілтеді. Сынақ сенің әлсіздігіңді емес, күшіңді көрсетуге берілген мүмкіндік. Қиындық сенің шынайы досыңды айқындайды. Жеңіс табандылықтың жемісі. Өмір теңіз, біз жүзген қайықпыз. Кейде толқынға төтеп береміз, кейде толқын бізді алып кетеді. Мақсатсыз өмір, бақытсыз кеме. Өміріңді өзгеге дәлелдеуге емес, өзіңді табуға жұмса. Әркімнің жүрегінде өзіндік күрес бар, сондықтан өзіңді ая. Сенің құныңды біреудің пікірі анықтамайды. Басқаларға ұқсамауға қорықпа, дәл сол ерекшелік сенің күшің. Сен бар болғаның үшін де құндысың. Адамдар артыңнан өсек айтса, демек, сен олардың алдына шыққансың. Өсек әлсіздің қаруы, ал үнсіздік күшті адамның айғағы.
Сен өз жолыңмен жүр, басқаның сөзіне қарап тоқтама. Өміріңді өзгелердің пікірі емес, жүрегіңнің үні басқарсын. Өсекке жауап іздеген жан уақыт жоғалтады, ал алға ұмтылған жан жетістікке жетеді. Уақыт бәрін орнына қояды, тек шыдам керек. Егер адамдар сен жайлы айтса, демек сен оларға қызықсың, ал қызықсыз адам туралы ешкім сөз етпейді. Сол үшін өсектен қорықпа, одан күш ал. Бұл сенің өмірің бос емес, алға жылжып жатқаныңның дәлелі. Адамдар әрқашан сөйлейді, бір күні мақтайды, бір күні даттайды. Бірақ олардың пікірімен өмір сүрген жан ешқашан өз жолын таба алмайды. Ең дұрысы жүрегіңнің үнін тыңдау. Өткенді қайтара алмайсың, болашақты болжай алмайсың. Сенің қолыңда тек бүгін бар, сондықтан бүгініңді мәнді ет. Ақша жоғалса табасың, зат жоғалса таба қайта аласың. Бірақ уақыт жоғалса, ол мәңгіге кетеді. Өзгеге ұқсауға тырысқан жан өзін жоғалтады. Сенің ең үлкен күшің сенің даралығың. Өмір жарыс емес, әркімнің өз уақыты, өз жолы бар. Басқамен өзіңді салыстырма, өзіңді өзіңмен салыстыр. Арнама тіркеліп алыңыз, жақындарыңызға жіберіп бөлісіңіз, өз пікіріңізді жазып өтіңіз.